Бәріңізге сендерге қысқаша ақша табуды емес, ақша жинауды айтып кеткім келеді. Ақша жинау ол өте бір негізі қиын. Ақша жинаймын, келесі айдан бастап жинаймын, ақша жинаймын деп айтып жатқандар негізі көп адамдар бар. Сондықтан ақша жинаудың бір тәсілдерінің бірі ол тапқан табысыңның 10%-ын салық қою керек. Сандықтың астына или депозитке, вообще тимейтін жерге салық қоюың керексіз. Оны сәл ұмытуың керексіз. Негізі 10%-ның өзі қиындау болатын болса, 1%-тан бастауға болады. Хотя бы 1%. Тапқан табысының 1%-ын салық қоясыз, депозитке салып, келесі ай бірінші айда 1%, келесі айда 2%, сөйтіп бір жылдың ішінде 10% дәрежеге жетіп, ол ары қарай сіздің өміріңізге қаржылай тәуелсіздік әкелетін жолдардың бірі. Ұнап жатса лайк басыңыздар. Сендермен болған Бегеш Асқар.